Бәріне сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода өте дәмді, дайындалу жолы ерекше қарапайым пирог пісіретін боламыз. Видеоның соңына дейін көріп, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Құрамы мен мөлшерін төменгі описаниеден таба аласыздар. Ең алдымен таза дымқыл ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып салып, үстінен шым-шым тұз салып, және де 12 ас қасық қантымызды салып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Бұл пирогты біз таразсыз дайындайтын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бізге бүгін бір үлкен ас қасық керек. Осы ас қасықтың көмегімен пирогымызды пісіретін боламыз. Қантымызды салып алып, 10-12 минут жақсылап жұмыртқа мен қантымызды миксерлеп алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, біздің жұмыртқамыз жақсы болып, ағарып көтерілді. Содан соң 12 ас қасық жылы сүтімізді жұмыртқаның үстінен құйып алатын боламыз. Құйып алғаннан соң тағы да бір миксерлеп аламыз. Келесі 12 ас қасық сұйық майымызды құйып алатын боламыз. Бұл пирогтың ерекшелігі осы, барлығын бір ас қасықтың көмегімен жасайтын боламыз. Осылай сұйық майымыздың барлығын құйып алып, тағы да венчиктің көмегімен бір араластырып алып, келесі електен өткізілген ұнымызды да 12 ас қасықпен салып алатын боламыз. Яғни бұл жерде 12 ас қасық ұнымызды салып алатын боламыз. Содан соң 2 шай қасық қопсытқышты салып, 1 шай қасық ванилия сахарды салып, барлығын жақсылап тағы да араластырып алатын боламыз. Бұл жерде ешқандай түйіршік қалып кетпеуі керек. Міне көріп тұрғандарыңыздай, біздің массамыз дайын болып қалды. Келесі формамызды дайындап алатын боламыз. Бүгін мен осындай төртпішті формада пісіремін. Алдын ала сары маймен жағып, дайын болған массамызды құйып алатын боламыз. Осы кезде духовкамызды алдын ала 160 немесе 170 градуста қыздырып ала берсек болады. Дайын болған массамызды духовкада 160-170 градуста 35-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, біздің пирогымыз пісіп шықты. Алдын ала суытып, өзіме қажетті бөліктерге бөліп алдым. Дайын болған пирогымыздың үстінен сахарный пудрамен сәндеп шықтым. Содан соң мороженое қойып, дәмін көрдім. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Өз қалауыңыз бойынша сәндеп жесеңіздер де болады. Дайын. Егер де видео рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!